Жалпы қандай адам өспейді, қандай адам көтерілмейді. Оны қазақ қадап айтып кеткен, жүгі жеңіл есек жатаған келеді дейді. Неғұрлым адамның проблемасы көп, неғұрлым оның басында мәселесі көп, неғұрлым қарызы көп, соғұрлым бұл адам үздіксіз тоқтамай дамиды. Өйткені реальный жауапкершілік бар. Қазақтың сөзі бар, шығын шықпай кіріс кірмейді дейді. Яғни көп адам ойлайды дейді, мен көп ақша тапсам, көп ақша жаратам деген секілді. Ол қате пікір. Адамды алға өсіретін нәрсе, оның шығыны. Шығын дегеніміз не? Қажеттілік деп алайық. Қажеттілік дегеніміз не? Өтеу керек міндетін, атқару керек борышың, Алланың алдындағы парызың, және де қайтару керек қарызың. Неғұрлым проблемаң көбейеді, соғұрлым доходың көбейеді. Ол өмірдің заңы.